Бір ауданда есімі елге әйгілі, қолынан өнер тамған шебер ұстаз тұрады екен. Жұртшылық оның ептілігіне, өз ісін жоғары деңгейде орындайтын шеберлігіне таң қалысатын. Әшекей бұйымдардан бастап, үйінің қымбат мүлкінің барлығын сол шеберге сеніп тапсыратын. Бір күні ұстаның үйіне алыс бір елді мекеннен қонақтар келеді. Елге әйгілі шебер адамның даңқын естіген олар ұстаға көп тапсырыс беріп, демала тұру үшін үйіне кіреді. Алайда ұстаның тұрып жатқан үйі қарапайым ғана, кірпіштен соғылған 4 қабырғалы баспана екенін көрген олар ақыры шыдамай: "Сіз осы өңірге танымал керемет шебер ұста бола тұра, осындай үйде тұрады деп ойламаппыз", дейді. Сонда ұста: "Иә, біз бұл жерде уақытша тұрып жатырмыз. Менің үйім ауылдың шетінде, әлі соғылып жатыр", деп жауап береді. Шыдамаған қонақтардың біреуі қызығушылығы оянып: "Онда ертең сол үйіңізді көрсетіңізші", дейді. Ұста келіседі. Бұл түн қонақтарға ұзаққа созылып кеткендей, құдды уақыт тоқтап қалғандай, өтпей жатқандай болды. Олар ұста не де болса үлкен бір сарай соғып жатыр-ау деп ойлайды. Бірі қолынан келмейтіні жоқ адам ғой шіркін. Ішін ең әдемі үлгіде, ешкімде жоқ өрнектермен әрлейтін шығар, десе, екіншісі: "Ұстаның үйінің есігінің өзі ерекше үлгіде болатын болар", деп әр түрлі ойға кетеді. Сөйтіп не керек, таң атып, қонақтар да, ұста да аман есен оянып, реттеліп алған соң ауылдың шетіне шығады. Қонақтардың бірі: "Ұста өз үйін елден алыс, тыныш жерге салғысы келген екен ғой", дейді, ақырын ғана сыбырлап. Арада біраз уақыт жүргенде қырдың артынан ескі мола көрінеді. Сонда ұста сәл кідіріп: "Міне, менің тұрағым осы жер. Ал ана үйде уақытша тұрып жатырмын. Бұл дүниеде қалай өмір сүріп, қалай жүріп тұрсам, ана үйім соған қарай соғылмақ", дейді. Иә, адам өмірі негізінен 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, жас өспірімдік кезең. Бұл уақытта сенде уақыт та, күш те көп, бірақ ақша жоқ. Екінші, энергияға толы жастық кезең. Бозбала, бойжеткен кезең деп жатамыз. Бұл уақытта күш те бар, жұмыс та бар, бірақ уақыт жоқ. Үшінші, кәрілік кезең. Сенде ақша да, уақыт та бар, бірақ күш жоқ. Міне, бұл өмір. Сен бірдеңені алуың үшін екінші бір нәрсені құрбан етуің керек. Біз үнемі өзгелердің өмірі қызық, бізден гөрі басқалар әлде қайда бақытты деп ойлаймыз. Өз өмірімізге көңіліміз толмайды. Бақытсыздыққа ұрынамыз. Алайда бұған себеп болатын нәрсе бірақ дүниені ұмытып кететініміз екен. Ол жақсылықта, егер адамдар бәлен деген жерде бақыт сатылады дегенді естісе, оны бар байлығын, ақшасын, күшін жұмсаса да сатып алар еді. Соған жеткенше жарға құлағы жастыққа тимей сарылар еді. Бірақ адамдар мұндай жердің мешіт екенін, адамды бақытқа жеткізетін Алла екенін түсінбей жатады. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Арнама жазылып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар.